арасында, жора жолдастың арасында үлкен бір қуаныш болып жатыр ағайын. Ол әрине Бейбіт әкеміздің 55 жасы тойы деп бір қошемет салып құрметті қонақтар, бүгінгі әкеміздің мерейтойы құтты болсын, 55 жасыңыз құтты болсын. Бесеке, туған күніңіз құтты болсын. Бір қошемет көрсетіп қояйық. Әкеміздің өйстіп жасырып жүргені қуанып мәз болып мінекей, осы қалпында сақталып жүргені әрине анамыздың арқасы ғой шіркін. Ажарқын етіменен бүгінгі той отырысымыздың шымылдығын ашып беретін, қызық қуанышымызды бастап беретін. Мереке 50 жасың құтты болсын, деніңе саулық бастамады дейін. Бала шағаң қызың көр, Танекең. Қуаныш құтты болсын дейміз. Танекең балалары қызың көр, қызық қуаныш болыңыз. Осы отырған бәрін денсаулық дейін. Туған күн құтты болсын, денсаулық сау болсын. Осы бала шағаңызды көріп, жатырған бәрін жақсылық тілеп, бала шағаңызды көріп, әр қысылық қуаныш болғасын қосып. Расында жақсы қосып. Өмірге тағы да бір нәрестеге қуанып жатырмыз. Ұрпақтары өсіп жақсылық болсын, той-тойға басып. Жағаға шыққан кездерден баққаным сенің қабағың. Жағаға шыққан кездерден баққаным сенің қабағың. Қайын ағалары, апалары деп жатырмыз. Бейбіт білен күнді туған күн айыр болсын, ең саулық, Танекең болсын, балаларыңыздың көрінді. Жасыңдар жасы қосайбенен Алланың берген жасын жасайбен. Туған туыстарымызда түгел бұлардың жүзіндеріне туған көрген болсын. Алланың берген жасын жасайбер, емін сау болсын, жанында дана аман болсын. Жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді маған. Жүрегім
jengem uylön deydi, oy jengem uylön deydi, oy jengem uylön deydi mağan. Oy jengem uylön deydi, oy jengem uylön deydi, oy jengem uylön deydi mağan. Отырыста ерекше көзге түсіп отырған бірінші орын алып отырған Әсел апайдың шаңырасын көтерейік. Dostlar kavuluna nezatın peki. At koydu sarı defay bozumuz gider. Ay sarıkla sarı beri yok kader. At koydu sarı defay bozumuz gider dep. Alın bir personel yemlisinin kaybedersin. Екіміз құранымыз olsun. Өмір жасымыз ақ болсын. Анекенің бақытты ғұмыр кешіңдер. Балалардың қызығын көріп алсын. Немере шөбереген қызық көр. Дос, қуаным құтты болсын, денсаулық құтты болсын. Бар екеулерін бақытты өмірде. Әрелдос, бүгінгі келіп өткен жаңа жасың құтты болсын. Денсаулық бақытты болсын. Танашатпен бір жастықта қандай ұрпақ қызығын көріңіздер. Адам ұрпағымен мың жасайды деп тұрған бір күн бәйтерек жапырағын жайып атқан сіздер нағыз бүгінгі Асекаға, келінге, Құржатта қолдарға рахмет. Осындай Құтты болсын, денсаулығың бақытты болсын. Ауырмай сырқамен анекелерді бірігіп, балалардың қызығын көреріңдер. Сау болсын, ана екеуі қол ұстасып,
қартаймай ортамызда жап-жас болып Алланың берген жасын өзінің сәнімен мәнімен жасай беріңдер. Көптің гүлі чачасына чачып қайда барасың, ай сарық сарық бәрі жоқ қадәрі, ат қойышты сары деп ай болсын бізге дәрі. Ай сарық сарық бәрі жоқ қадәрі, ат қойышты сары деп ай болсын бізге дәрі. Ай сарық сарық бәрі жоқ қадәрі, ат қойышты сары деп ай болсын бізге дәрі. Ай сарық сарық бәрі жоқ қадәрі, ат қойышты сары деп ай болсын бізге дәрі деп. Құрметті қонақтар, мінекей бүгін әрине өте ерекше күн болып жатыр. Бейбіт әкеміз келіңізші, анамыз екеуміз. Міне құрметті қонақтар, сабыр сақтап отырайық. Асқарым бар, өте биік әке деген, кішкентайдан бала емек мәпелеген. Биік тұтар, тұлған кім деп сұраса, ойланбастан сол сәтте әке деген. Әке деген көк аспандай сабырлы, сол мінезбен көркем әрі қадірлі. Әке деген биік тұрар бәріне, бұл шындықты мойындайды барлығы. Асқар әкеміз, бейбіт әкемізге бір қошемет көрсетейік кішкентай. Кей кезде деп келген кезде барлығын мінекей. Сіз командировкада жүрген кезде балашаға қарап соның бәрін төзіп мінекей көніп. Сіздің ауыртпашылығыңызды мінекей көтеріп жүрген данапайымызды дейді. Осы ағайын туыстың арасында неге бір 5 минут көтермеске деп тұр қолына. Қалшын. Белден кеп қап, ертен оны Марат Шенчапашы звондап тұр жүрмесін. Ал енді соның өзінде деп жатырмын да, бір құшақтасып бір маңдайларыңыздан сүйіп қойыңыздар бір-бірі. Қошемет болсын, құрмет болсын. Құтты болсын деп жатырмыз. Енді қазір бір жақсы әнлерді айтып жатырмыз. Осы ән, сонау Курчатовта мінекей еңбек жатқан Әділет ұлымыздың атынан, Айда қызымыздың атынан, және мінекей өзіміздің ортамызда ең жақын досымыз Асқардай ұлдарымыз бен Нұрфиядай келіндеріміз, күйеу балаларымыз барлығының атынан рахмет әкелеріңізге жақсы орындап берейік деп жатырмыз. Қабыл алыңыздар, екеулеріңіз қол ұстасып өшеге вальс билесеңіздер. Келіңіздер, вальске шығыңыздар. Рухымды қуатпағаның үшін рахмет.
ел келерсін басына, қырғауылдай жорғалап қыдыр болсын қасына, етпес дәулет берсін, тең пейіл берсін, алған не берсе де қайырмен берсін, көңіл толып отырған 55 жасын құтты болып, бақытты ғұмыр берсін. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Самал желмен тербеледі сенің қара шаштарың, ойлайсың ба сен де мені, құпияңды ашпадың. Өмір бойы өзіңменен бір болуды қалаушы ем, маған ғашық көзіңменен басқа жанға қараушы ем. Махаббатпен ойнамасын, жас жүректі қинамасын, сүйемін деп алдамасын, егер мені сүймесең. Махаббатпен ойнамасын, жас жүректі қинамасын, сүйемін деп алдамасын, егер мені сүймесең. Жаңбыр жауған сол бір түнде кеттің неге қарамай, айшық-ашық болдың кімге, жүрегімді жаралай. Кеттің қайда кеттің, іздеп сені таппадым, сезімменен ойнап өттің, болдың бірақ тәттәнім. Махаббатпен ойнамасын, жас жүректі қинамасын, сүйемін деп алдамасын, егер мені сүймесең. Махаббатпен ойнамасын, жас жүректі қинамасын, сүйемін деп. Шапалақты аямай ұрамыз. Әкемізге деген қатты бір сыйымыз бар. Сол сыйымызды тартып өтсек деп жатырмыз. Есік алдында бір уақыт тұрып жатыр. Кім білеміз. Берсе аламыз. Ал енді қазір құрметті қонақтар, қошеметпен барлықтарыңыз соткаларыңызға болыңыздар. Махаббатпен ойнамасын, жас жүректі қинамасын, сүйемін деп алдамасын, егер мені сүймесең. Махаббатпен ойнамасын, жас жүректі қинамасын, сүйемін деп алдамасын, егер мені сүймесең. Сүйемін деп алдамасын, егер Көзлер алынша. Рахмет. Әрине бейбіт дана, бүгін ясырет тойларын құтты болсын. Осы немерелеріңді қызығын көріп, немерелерден шөбеде сүйіп, Өмір жастарымыз ұзақ болсын. Асқарымыздың, әдетіміздің немерелерін қызығын көріп, жиын бау беріп болсын. Әй, бәрекелді.
бауырларды Ербол Лаура, Ербол Баян, Айдар, Жанерке, Марлен деген бүгінгі қадірменді қонақтар келіп жатырмыз. Келіңіздер. Бүгінгі тауымыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Осы табиғаттың немерелердің қызын көріп, шөбере көрдіңдер. Осылай. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, ауруыңызды шыққан бойынша. Осы немерелердің қызын көріп, осы ойнап күліп жүре беріңіздер. Құрметті тойсүйер қауым, бүгін енді біздің кезіміз бейбіттің 2-5 жасына жиналып отырмыз. Жасыңызға жас болсын бейбіт, денсаулығы мықты болып, Данапай екеуміз енді осы балаларының немере-шөберелерінің қызын қызықтап жүре бер. Тауыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, осылай жасқа жас қоса беріңіз, немере мен шөберенің бақытын көріңіз. Әділет пен Аида бар, семьялар бақытты болсын. Шаңырақтарыңызға тек қана жақсылықты тілейміз. Жанардан шауқасын нұр өсіп бәк, тартты ғой түбіне тұнық бір мұң. Жүректер байқаусыз тілдесіп тірліктен бір сәтке ұмыттырды. Нұр сеуіп шапағат, шапағат, оралшы махаббат, оралшы махаббат, оралшы маған махаббат. Ай, жастық гүлім ай. Беріп жатқан жерде камераға түсіріп жатқан, ән айтып жатқан ағамыздың достары, араласатын соларды тілекке шақырайын деп жатырмын. Және мінекей бейбіт ағамыздың Асқардай ұлы менен Нұрфиядай келін осы ақ тілекке шақырып келіп тұр. Рахмет болды. Таңыр музыка өшіп өзінке камера өшірсе болды. Ақтарып берсін, бірінші. Өзім бастайды ма? Өзім бастайды. Құрметті қонақтар, құрметті ағайын туысқандар, жолдастар, мінекей біздің бүгінгі адамға ең бірінші кім қымбат, адамға ең бірінші дос қымбат екен. Сол достың осындай өмірде, осындай қиын, осындай тәтті кезде бір-бірімізбен дос болып жүрген мінекей Асқардай ұлдарыңызға бір қошемет соғып қойыңыздар жалпы. Енді осы Асқардай ұлын өзіміздің әкеміздей Асқарды қалай тәрбиелесе, бізге де сондай тәрбиелер беріп жүрген әкеміздің бүгінгі келіп жеткен 50 жасымен құттықтаймыз. Басыңыз аман, деніңізге саулық, әрқашанда қызық қуаныш. Тек қана сіздердің шаңырақтарыңызда қуаныш болсын. Табалдырықтарыңыз аяқ киімнен сөгілмесін. Үйдің іші жанға толсын деп жатырмыз. Қораның іші малға толсын. Бастысы денсаулықтарыңыз аман болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Анамыз аман болсын. Екеуміз қол ұстасып өмірлік мінекей осы қыздарымыздың, ұлдарымыздың
немере шөберенің ортасында улап-шулап жүре беріңіздер деп жатырмыз. Ал енді келесі ақ тілектің кезегі Қаламқастың әншісі Азамат дайылдарымыз. Ал енді бүгінгі туғаныңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылық тілейміз. Әрқашан осылай күліп ойнап жүре беріңіздер. Барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Осындай мол дастарханда әрқашан күліп ойнауға жетсін барлықтарыңызды. Ал енді бейбіт аға, енді келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Денсаулығыңыз құтты болсын. Даманбай еңбектеріңіз, немерелеріңіздің қызығын қызықтап жүре беріңіздер. Не айтамын, отбасыларыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Осындай асқардай досым болғанына өте қуаныштымын. Сіздер аман болыңыздар, тек жақсылық болсын. Баршаларыңызда, үйлеріңізде осындай тек қана жақсылық тойымыз. Мерейлеріңіз. Рахмет сөз беріп отқандарыңызға. Ал бейбіт аға, Адамбай, қос бестеріңіз, елу бестеріңіз қайырлы құтты болсын. Бағанаға айтқан үлкен тілектердің бәріне қосыламын. Қайталай беретін немесе емес, Алланың құлағына шалынсын. Түнде де айтып жатырмыз тілегімізді. Енді былтыр сіз осы отбасы осы шаңырақта той жылы болған, сол той жылы кейін жалғасып тапсын. Ары қарай сол тойда біз қызмет етіп, өстіп бір қол ұшымызды тигізіп жүре берейік. Осы шаңырақтан бағырыс, береке, шаттық кетпесін. Іші жанға, сырты малға тола берсін. Немерелер, шөберелер көбейе берсін. Қазақта сөз бар ғой, 60 талтыс деген. Сіз әлі 60-қа да жеткен жоқсыз, так что қартаймаңыз, жасара беріңіз. Бала шағаның біз бұл кісі қалжыңдап салады, біздің класстасымыз, доспыз деп. Сөйтіп, Асқар досымыздың арқасында сыйластығымыз ажырмай жүре берейік. Рахмет. Мәселе түсір, жақсы сөйлейді екен жүргіз. Ал енді барша туған туыстар, папамыз бен мамамыздың достары, міне Құдай көршілеріміз, осы папамыздың туған күнін қызықтап келіп жатқандарыңызға мында бір рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, бүгін жұмыс, апта ортасы жұмыс күні болса да, міне барлық жұмыстарыңызды сырып қойып, осы біздің қуанышты бөлісіп жатқанға. Енді негіз кішігірім қонақ деп есептеңіздер. Жаным жақта Гүлмира апай таңғалып, сен кеше келген кезде қонақ дедіңдер, өзі кеше ғана шешілген нәрсе. Кеше түстегенге осында белгілеп, негізі үйде болатын қонақ болған. Барлығы аяқ астынан өзгеріс алып, папаның өзі білмейді. Енді осы аз да болса көп дей көріңіздер. Осы қуанышты бөлісіп, сіздердің үйлеріңізде осындай қуаныш болсын. Біз де сол қуанышқа осылай аман есен бас қосып жүре берейік. Тек жақсы дастарханда ғана жиналайық. Не айтамыз енді? Папа мен мама аман болсын. Біздің қызымызды көре берсін. Аман есен пенсия жасына жетсін. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай қуаныш болсын. Осындай той болсын. Бала шаға, немерелеріңіз аман болсын. Сол, рахмет сіздерге көп. Сосын мына мен достарыма үлкен рахмет. Барлықтарыңыз көріп отырсыздар, осы біздің үйде қуаныш болса, осы жүретін осы түрлері ғана, басқа түр жоқ. Сырттан ешкім келмейді, шашбауымды көтеретін осы достарым. Рахмет. Бәрі жұмыстан шығып, жұмыстарын тастап, келіп жатқан Мұхтар, Таннұр, Мери, Азамат, Рулас, бауырым, үшеу досым, семейден және келе сап, мінекей, таксиден түсе сап, осында келіп отыр, құттықтап келіп отыр. Рахмет барлықтарына. Біздің балалардың атынан папа мен мамаға, ар жақта Әділет бар, Дариға бар, Айбек пен Айда бар, және біздің атымыздан жазда май айында ма, июнь айында ма көреміз. Сарыағашқа болмаса Мойылда бір жерге путевка 2 адам бар. Құрметті қонақтар, біздің
папамыздың кішігірім мерейтойына келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Папамыздың дені сау болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Мәуел ағаштай тамағыңызды кейінде жая беріңіз. Бала-шағаңызды қызық көре беріңіз. Осындай 8 қырлы бір сырлы азамат сыйларыңызға рахмет. Жыламаймыз. Өзімнің артелі жазем бәрін қалмай. Біздің осылай қуанышымызды бөлісіп келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Кішігірім дастархан болып қалдық енді шамамыз келгенше. Атап өттік. Мама мен папаға көп алғыс айтамыз. Білмегенімізді үйретіп, қате жерімізді түзетіп, еркелетіп жүрген. Ұрсады енді, жаман досын де ұрыспайды ғой. Жоқ, ұрыспағандай емес ол. Жақсы көргеннен ғой барлығы. Көптен көп рахмет. Барлық отбасында осындай жақсылық болсын. Бір шағын жайымызды бөлісіп келесіздер. Асқардың жолдастарына көп рахмет айтамын. Біздің шашпағымызды ылғи көтеріп жүреді. Сол рахмет көп келеді. Мінекей, тақайықшы. Мінекей Нұрфияға келіміз мінекей. Асқар жылап айтқан жоқ, бірақ келін жылап айтып тұрмыз. Атасына жақын енді, шыны керек. Өйткені екеуі бір адамнан зардап шегеді ғой. Ұрсат деп намек тістеп жатыр, сол айтып жатыр ғой, екеумізге бірдей ұрсат деп айтып жатыр ғой. Бәрі қалжың, көз қуаныш, ол жақсылық қуаныштың көз жасы. Той құтты болсын. Біз осылай шаш бауырларын көтеріп жүре берейік. Бізде осы үйдің баласындай болып кеткеніміз шыны керек. Олай болса, Асқардың бір әкеге деген тарту әні бар. Сол әнді жыламай айтамыз. Шамай айтамыз. Үш баланы үш жерге мені айдамызды ұзақтырып, екі ұлын үй отына қызын қияғына қондырды. Енді осындай біз үшін еңбек етіп, осындай күнге жеткізген әкемізге, анамызға мың алғыс, соны әкеге алғыс деген әнді шырқап беріп. Енді дайында жоқ, айтыпқа бермейсіздер, қатеге өтсе. Қалай ғана езілмейін мәртебе
Асқардың өзі сондай көңілі бос негізі. Нұрфия жылауық па десем, Асқар жылауық екен. Шай сұрап жатыр, шай. Жылағанды ғой шай қойшы деп жатыр ғой кісі. Бәрекелді. Ол енді қызық қуаныштың көз жасы ғой шыны керек. Әкеге деген мінекей кішкентай бала кезінен бастап тәрбиелеп өсіріп, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, барлық тәлім тәрбиесін мінекей бөліп беріп өсіреді. Баласын өстірінен кейін осы баласынан туып жатқан немересін бағып қағып өсіреді. Өмір бала бағудан арылмайды ғой әке шеше деген. Соның мінекей қызметін осындай алғысын, барлық құрметін жақсы бір әнменен түйіндеп жатқан Асқар мен Нұрфияға бір қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Рахмет. Ал енді барлық тілек ниет айтылды. Ендігі осы ақ тілектің, ақ дастарханның түйінін түйіндеп, қорытындысын шығаратын әрине бүгінгі туған күн иесі бейбіт әкеміз бен Дана анамызды ортаға шақырды. Шабалақ бар ма? Қошемет бар ма? Құтты болсын, бірінші мамамыз, өзіңіз бір тілегіңізді айтыңыз. Мұхтар балам сөзіне рахмет. Енді бүгінгі құрметті қонақтар, бұл жерде ешкім бөтен жоқ. Бәрі бағана көкеміз айтып кеткендей, сүттің қаймақтары, екі жақтың туысқандары, жан жолдастарым, көршілерім. Енді осы бейбіттің бір туған күнін жасап берейік деп жайырымын жасаймыз деген енді мынандай үлкен той болып кетті. Той болған Алланың қалауы шығар енді. Бірінші бәлдеріңізді келген жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Әр үйге тек қана жақсылық, қуаныш, бақыт тілеймін. Берекелі жыл болсын, табысты жыл болсын. Әр үйде қуаныш болсын, той болсын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Екіншіні бүгінгі бейбітті 55 жасымен құттықтаймын. Біздің енді балаларымның әкесі, немерелерінің атасы, екеуміз осылай қол ұстасып, осы балаларымыздың қызықтап жүре берейік. Ауырмайық, деніңіз сау болсын. Осы туысқандардың ортасында, достардың ортасында, көршілердің ортасында сыйлы болып жүрейік. Әрқашан қуанышымызды сіздермен бірге бөлісіп. Енді денсаулық тілеймін бейбітке, еңбегің жемісті болсын. Осы біздің үйдің асыраушысы болып, тірегі болып жүре бер. Енді 2022-де бізге жаманшылық болған жоқ. Жаңа Мерей баламды айтып жатыр ғой. Той болды міне, 23-те тоймен басталып жатыр. Әр үйде осы той болсын деймін. Міне 2022-де айылдар 2 болды, 2 басы 3 болып міне. Айбек деген, Айхан деген ұлымыз келіп жатыр дүниеге. Балаларым бақытты болсын, біздің барымызда, байлығымыз осы балаларымыз, соларды қызықтап жүре берейік. Енді бүгін енді жай үйде ғана атап өтеміз дегенбіз, енді аяқ астынан Асқар осындай Азалияға келісіп, осындай шағын не жасап қойыпты. Ешқандай менің қатысым жоқ. Артық кемі болса кешіріңіздер. Асқар мен Нұрфияның дастарханы ар жақтан әділет қол ұшын беріп жатқан. Енді осы балаларымызға көп рахмет айтамын. Еңбектері жемісті болсын, осылар бақытты болса, біз де бақыттымыз. Асқарына, достарына, өзінің балаларын сияқты қашан осы қуанышымыз болса да бәрінде жүгіріп, көмектесіп, қол ұштарын беріп жатады. Бұларға да денсаулық тілеймін, шаңырақтарын биік босағаларын берік болсын. Біздің жолымыз сендерге берсін, жолдарын әрқашан ашық болсын. Мерей, Таныр, Мұхтар, бәрдеріне денсаулық тілеймін, бақытты болыңдар. Біздің жолымызды берсін сендерге. Басқа айтарым жоқ, келгендеріңізге көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай қуаныш бәр үйде бола берсін. Туған бала жалғастырады. Жабылып қалғанда, таусылып
біріншіден рахмет айтамын. Қуанышымызды бөлісіп келіп жатқандарыңызға. Көршілер бар, достар бар, туыстар бар, екі жақта. Енді деніңіз сау деймін. Осындай шаңырақтың қызық қуанышына келе беріңіздер. Әрдайым есімізді ашып, деніңізді сау деймін. Қуанышты бөліссең көп дейді ма? Көбейеді дейді ма? Сол сияқты көбейе берсін. Енді жаңа айтып кеткен сияқты. Қызымызды да жіберіп жатырмыз. Алғашқы жиеніміз. Енді оларға да бақыт дейміз. Енді қаншақта әндеп құлшынып келе алмай жатыр Курчаттан. Жұмысы баяны болғаннан кейін босай алмайды. Ол да маған таңертеңнен келіп жүз рет звондады ғой, келгісі келіп ниетіме жұмысыңды бара еткелі кетіп қалмады. Ол жақта барамын, бұл жақта боламын, жарықтарыңызға біз қуаныштымын, тасқандарың мол болсын. Осылай құттықтап келіп жатқандарыңызға рахмет айтамын, үлкен рахмет. Менің мына гараждағы достарым бар. Ол жақта таманасы бар мұхтар. Біздің гараж достар бар. Менің гараж. Асқардың енді былайғы достар бар. Менің гараж. Нұр бар. Гаражға кірсең осылар бар, басқа кісі көрмейсің. Әсіресе кешкі сағат 7-ден түнгі 12-1-ге дейін осылардың гаражы. Біздің гараж. Содан бері дос, түнде де батыр айтетім 12-ден торттарын оқып, бір шашқан. Содан енді құттықтап жатқан түнде 12-де торт алып шығып құттықтап жатқанда тағы осы кісілер гаражға шығып. Бұларға рахмет, осы жас жігіттер ғой, Асқардың достары гаражда жүріп, түнде 12-де торттарын жағып, торттың үстіне несін қойып, камераға түсіріп, бәрі құттықтап жатыр, рахмет, деніңізге саулықпен, осындай қуаныш барлық шаңырақта болсын. Деніңізге саулықпен, өзіме ниет десін, аяқтарыңызға соны кейін. Деніңіз сау болсын, аман-есен болсын. Рахмет, осы келіп жатқандар. Шай ішіп отырыңыздар, асықпаңыздар. Кафеден көтеріп алған жігіттер көп, асықпай шешіп өтіңіздер. Жігіт ана, қоян жала матыватшы. Матываттарын жала берсін, немері шөбері қалған көжіктер аман есен немереден келе берсін. Адамның екінші тынысы ашылды ғой деймін осы. Екі қайтадан бастаймыз ғой деймін аға, сіздің тынысыңыз ашылып жатыр ғой. Әй, бәрекелді, рахмет. Шайдан алып ішіп отырыңыздар, мінекей осылай.